Қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай нутелланың рецебімен бөлісемін. Құрамы белгісіз дүкеннің нутелласын сатып алғанша үйден осылай жасасаңыздар, дәмді әрі арзанға шығады. Егер қою болғанын қаласаңыздар, отта ұзағырақ ұстаймыз. Терең ыдысқа 350 грамм сүтті құйып, үстіне 2 ас қасық қантты салып араластырамыз. Енді осыны ыстық отқа апарып үстіне 2 қасық крахмал немесе ұн саламыз. Жылдам араластырмасақ жабысып қалуы мүмкін. Енді осы массамыз қайнағанға дейін үстіне 2 ас қасық какао қосып, ары қарай араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, қайнай бастаған кезде үстіне алдын ала дайындап қойған шоколадымызды саламыз. Отымызды баяулатып, шоколад жабысып қалмас үшін тез араластырып тұрамыз. Қоюланған соң оттан алып, басқа ыдысқа түсіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырамыз.